Асқар тау әке туралы естелік айту қиын болғанымен, оның өміріндегі болған игі істерімен жақсы сөздерін, өсиеттерін еске алып айту парыз. Олай болса біз өміріміздегі Асқар тау әкеміздің бейнесін еске аламыз. Асқар тауың, тірегің өмірдегі, арысың ғой үйіңнің төріңдегі, қатал болып көрінгенмен бейнесі, мейіріммен тулап жатыр жүрегі. Дәл осындай мейірімді жан жағына шуағын шашқан Асқар тау әкеміз Өтепбай Жолдасбеков 1936 жылы наурыз айының 20 жұлдызында Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданы Балтакөл ауылында дүниеге келген. 1953 жылы Киров ауданының орталығында орналасқан Победа орта мектебін бітіргеннен кейін Ташкент қаласы ауыл шаруашылығы институтына оқуға түсіп, 1958 жылы агроном, экономист мамандығы бойынша диплом алды. Жоғарыда аталған институтты бітірген жас маман алғашқы еңбек жолын Оңтүстік Қазақстан облысы Киров ауданы Мақталы кеңшарында совхоз, агроном, экономист болып қызмет жолын бастады. 1958-60 жылдары осы аталған кеңшарында агроном, экономист, аға агроном. 60-62 жылдар аралығында осы аталған кеңшарда жоспарлау бөлімінің бастығы қызметтерінде атқарды. 62 жылдың қыркүйек, желтоқсан ай аралығында Киров аудандық атқару комитетінің аудандық жоспарлау комиссиясының төрағасы. 62-65 жылдары біріккен Киров аудандық өндірістік басқармасының жоспарлау бөлімінің бастығы. 65-72 жылдары Киров ауданы Победа кеңшарында партия комитетінің хатшысы. 72-77 жылдары Киров ауданының ауыл шаруашылық басқармасының бастығының орынбасары. 1977-90 жылдары Киров ауданының халықтық бақылау комитетінің төрағасы. 1990-1994 жылдары Киров ауданы Победа кеңшарының ауылдық кеңесінің төрағасы қызметін абыроймен атқарып зейнеткерлікке шыққан. Өтепбай Жолдасбековтың 36 жыл еңбек жолында жиған тергені халықтан алған алғысы болды. Мақтаарал ауданының өркендеуіне үлкен үлес қосқан. Сол істеген еңбектер үшін КСРО жоғарғы кеңесінің 1981 жылғы жарлығымен берілген құрмет белгісі орденімен, сонымен бірге басқа да медальдарымен және марапаттау қағаздарымен марапатталған. Мақтаарал өңірін түлету, халық ризығын молайту жолында тер төккен азаматқа аудан тұрғындары сенім артып, аудандық халық депутаттары кеңесіне бірнеше рет депутат етіп сайлады. Өтепбай Жолдасбеков зейнеткерлік жастан асқанда да жаңалықтар мен жақсылықтың жанында жүрді. Өзі жастайынан жұмыс істеп өскен Мақтаарал өңірінің қоғамдық жұмысына араласып, халық арасында үлкен беделге ие бола білді. Жолдасбеков Өтепбай аудандық медицина саласында көп жылдар бойы дәрігер болып қызмет еткен анамыз Инабат екеуі 5 ұл 1 қыз тәрбиелеп, 18 немере көрген азаматтар. Үлкен шаңырақта тәрбиеленіп, жоғары білім алған 6 перзентінің ішіндегі ұлдары Бақтияр Өтебайұлы Жолдасбеков облыстық Қазсушар бірлестігінің аудандық бөлімнің басшысы қызметін атқарып, зейнеткерлікке шыққан. Мұхтар Өтепбайұлы Жолдасбеков Жетісай аудандық сотының судьясы. Қызы Әлия Өтебай қызы Жолдасбекова медицина ғылымдарының докторы, профессор, Астана қаласында еңбек етуде. Алишар Өтепбайұлы Жолдасбеков Өтепбай атындағы шаруашылығын басқарып келеді.
Нұрлан Өтепбайұлы Жолдасбеков Атакент ауруханасының бас дәрігердің орынбасары, жоғары дәрежелі хирург. Кіші ұлы Нұржан Өтепбайұлы Жолдасбеков Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының судьясы қызметін атқаруда. Әкеміздің мінезі де, бүкіл болмысы мен тұрмысы да тым қарапайым еді. Адамнан адамның айырмашылық алған білімімен және жинаған тәжірибесімен, атқарған ісімен өлшенеді. Осы тұрғыдан алғанда, әкеміз Өтепбай Жолдасбеков жер бетін басқан 70 жылда ғұмыры бай мазмұнға толы болған. Бүгінгі бар байлығым көзімнің ағымен қарасындай 5 ұлым мен 1 қызым, олардан туған немерелерім. Бәрі білімді, ел тірегі болып ер жетті. Елім тыныш, жұртым елбасым аман. Қазақстанды аз жылда әлем таниды. Бұл жетістігімізге дос сүйінсін, дұшпан күйінбей ақ қойсын. Құдай тіл көзден сақтасын. Менің дүниеге келген ұлдарым мен қыздарым, тәрбиелеген үрім бұтағым ешкімге қылаудай қиямат жасамаған. Енді қалған өмірімді солардың жарқын жүздерін ғана көріп өтсем, арманым жоқ дегенде жиі айтатын. Өтепбай Жолдасбеков 2006 жылы өмірден өтті. Әкеміздің өз өмірі, елге жасаған жақсылықтары, өмірдің қайнаған ортасында өсіп өнген тұлға ретінде биік парасат пайымы, шыққан асыл тегімен өскен ортасы, артында қалған ұрпақтарына берген тәлім тәрбиесі мен үлгі өнегесі артында қалды. Жас едім өмір керген бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасы, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың.